Мыстан кемпірдің жоғалған сиқыры. Баяғы бір заманда орманның ең түкпірінде қалың жапырақ пен бұтақтың арасын мекендеген мыстан кемпір өмір сүріпті. Ол ешкіммен араласпайтын. Тек қара мысығы қара шашпен ғана сөйлесетін. Адамдар оны көрсе қашатын. Ол сені сиқырлап қояды деп үркетін. Бірақ мыстан кемпірдің бір құпиясы бар еді. Ол баяғыда өте мейірімді сиқыршы болған. Тек бір күні қатты ренжіп жүрегі суып кеткен. Енді адамдарға көмектеспеймін деген екен. Содан бері ол өзінің барлық сиқырлы кітаптарын орман түбіндегі жертөлеге жасырып қойған. Бірақ күндердің күнінде кемпір сиқырын қайта қолданғысы келеді. Бірақ кітап жоқ. Қарашаш, кітап жоғалған деп айғайлайды. Мысық тек мяу деді де биік еменнің бұтағына секіріп кетті. Сөйтсе, кітапты бір кішкентай бала тауып алыпты. Ол Айбар деген ауыл баласы еді. Айбар ол кітапты қызығып оқи бастап, "Мынау керемет қой, бірақ мыстан кемпір расымен жаман ба екен?" деп ойлайды. Күндердің бір күнінде Айбар кітапты қайтармақ болып орманға өзі жалғыз кіреді. Бүкіл орман сыбырлайды. "Кері қайт, ол сені тастап кетеді. Мыстанға сенуге болмайды." Бірақ Айбар жүрегімен сезді, ол қорықпайды. Ақыры мыстанның үйіне жетіп, есікті қағып, "Кемпір апа, мынау сіздің сиқырлы кітабыңыз ба?" деді. Мыстан кемпірдің көзі бақырайып кетті. Алғашында ашуланбақ болды, бірақ кейін жүрегі дір ете қалды. Жылдар бойы ешкім оған апа деп айтпаған еді. "Неге қорықпай келдің?" деп сұрады мыстан. "Сіз жаман емессіз, тек жалғыз қалғансыз", деді Айбар жай ғана. Сол сәтте "Орман емессіз, тек жалғыз қалғансыз", деді Айбар жай ғана. Сол сәтте орман іші бір сәтке жарық болып, мыстан кемпірдің сыртқы түрі өзгере бастады. Бір кездегі мейірімді сиқыршы кейпіне қайта оралды. "Айбар, сен менің жүрегімді емдедің. Міне, енді мен адамдарға қайта көмектесе аламын", деді ол жымиып. Содан бастап мыстан кемпір енді ақ сиқыршы аталып, ауыл балаларына ертегі айтып, сиқырлы гүл өсіруді үйрететін болыпты. Осылайша кішкентай Айбар бір сиқырды ғана емес, бүтін бір жүректі оятқан екен. Соңы